Қыздар, тағы да сәлем. Енді біз қазір именной таспих жасаймыз. Бізге керегі осы заттар. Ал енді бастайық. Біз қазір колпачокты кигіземіз сыртқы жағынан. Ең алғашқы осылай бірінші колпачогымыз. Сосын 11 тас өткіземіз. Ендігі кезек колпачокта ішкі жағымен тағы да бір колпачогымызды өткізіп, біздің 11 тасымызды 11-11-ден қылып бөліп тұратын стекляшка осындай әдемі латисті тасты өткіземіз бұл жақта. Сосын тағы да колпачок сыртқы жағымен өткіземіз. Şimdi tағы да 11 тас. Жаңағыдай тағы да колпачок ішкі жағымен стекляшкамыз. Енді тағы да бір колпачок сыртқы жағымен. Тағы да 11 тасымызды бөлдік. Енді соңғы 11 тасымызды өткіземіз. Енді лескамызды созылмалы леска бұл бізде 0,8 размер. Şimdi bölü alamız. Sonra kapatıyoruz. Onu kilitleyip. Şimdi osunu yıkayıp bölüp. Tarafayı bölüyoruz. Alttan sıyırıyoruz. Şimdi osunu yıkayıp bölüp. Bir taşımızda bir tas bize kısa tasımızdan yıkı leskamızı ötküzemiz. Eğer biz tasımızda ötküzdük, bir tasdan yıkı leskamızı ötküzdük, şimdi uçunu жақсылап байлаймыз. Kısa. Şimdi 5 rет bayladım. Şimdi kısa leskамызды çıkarmыз аккуратно. Бізде мынандай узел болып қалды. Соны жасыру үшін біз қазір тағы да бір колпачок кигіземіз ішкі жағынан. Міне колпачогымыз барлығын жауып қойды. Ендігі кезек міне әріптерімізді өткіземіз. Есімімізді Бекжан есімі. Міне өткіздік. Енді соңғы колпачок сыртқы жағымен. Және де соңғы решающий тасымыз. Соңғы. Міне. Енді біздің Аллах есімімен крещениемізді байлаймыз. Жаңағыдай қарапайым узел. Басқаша да байлап көрсеңіздер болады, араластырып. Екі түрлі жолмен. Қатты болу үшін әртүрлі қылып байлаймын өзім. Байладым. Қазір табысымыз. Ендігі кезек. Колечко, мынандай бір колечкамен зажиммен қысып, кисточкамызды колечкамыздан өткізіп, кисточка біздің жалпақ тілмен шашақ. Қалай атасаңыздар өздеріңіз білесіздер. Міне. Енді ауланы астана жағына іліп қысамыз. Міне. Мына жақтағы лескамызды аккуратно кесеміз. Біздің тастымыз дайын.
барлығы түсінікті деп ойлаймын.